Қалайсыздар, құрметті достар? Менің атым Айдын, Teach with Айдын каналына қош келдіңіздер. Каналға жазылыңыздар, лайк басыңыздар, видеоны соңына дейін көріп, егер сұрақтарыңыз болса, комментарий жазыңыздар. Біріншіден, Наурыз құтты болсын. Бәрімізге жақсылық алып келсін, үлкен табыстарға жете берейік, шәкірттеріміз көбейе берсін. Енді екіншіден, қазіргі коронавирус кезінде сіздерге үлкен өтініш, бәріміз үйімізде отырайық, сыртқа көп шыға бермейік. Бұл өте маңызды мәселе. Құдай қаласа бұл уақыттар өтеді, жақсы уақыттар тағы да келеді. Сол үшін біраз сабыр етейік, бәріміз аман есен жүрейік. Енді бүгінгі видеода мен сіздерге қызықты сабақ өткізу үшін осындай уақытты пайдаланып отырып Quizizz ойынын түсіндірмекшімін. Өзіме ұнайтын ойындардың ең мықтыларының біреуі Quizizz. Бастайық онда. Қазір сіздерге түсіндіріп шығайын. Ең бірінші бізге ойын ойнату үшін Google керек. Googleға кіреміз. Мысалы, биология сабағын алайық. Кез келген тақырып. Мысалы, оңай бір тақырып cell, жасуша, клетка болсын. Googleға кіріп, тақырыптың атын жазамыз. Кез келген пәннен, кез келген тақырып ағылшынша жазамыз. Cell, одан кейін пробелді бастық и ойынның атын жазамыз. Quizizz. Басқа тақырып болса тақырып жазасыздар cellдің орнына, одан кейін пробелді басасыздар и Quizizz деген сөзді дұрыс жазамыз. Бұл ағылшынша емес, басқа тілде де болуы мүмкін. Орысша да ойнатуға болады. Қазір мен сіздерге ағылшынша көрсетейін. Enter'ді басамыз. Мысалы, бізге Google көптеген варианттар ұсынады. Біз кез келген біреуіне кіріп, қарап шығамыз сұрақтарды. Егер сұрақтар бізге ұнап жатса, біз оларды ойнатамыз. Мына жерге қарап шықсақ, 29 сұрақ бар. Және де мына жақта суреттер жоқ екен. Балаларға қызық болмайды. Сол үшін жауып екіншісіне кіріп көрейік. Сөйтіп бәріне бір-бір кіріп шықсақ болады. Екіншісінде, мысалы, 12 сұрақ, керемет. Мына жақта қарасаңыздар, әдемі үлкен суреттер бар. Өте қысқа текст, аз ғана текст. Балаларға бұндай өте ұнайды. Өзімізге де ұнайды. Ал енді мысалы, осы ойын бізге ұнады. Жарайды, осыны ойнатайық. Play, ойнау, live. Live деген прямой, трансляция. Онлайн деген сөз. Вживую. Соған басамыз. Мысалы, мына жақта қаласаңыздар, регистрация өтуге болады. Өзіңіздің Google аккаунтыңызды тіркейсіз осы жерде. Егер асығып жатсаңыз, skip for now. Қазірге skip, пропустить, өткізіңіз. Осыны басайық. Мысалы, ойын ойнату үшін 3 вариант бар. Бірінші топтық. Бұл жерде балдар топ-топпен отырады. Және де балдары топ-топ болып саналады. Классический ең көп осыны ойнатады негізі. Әр оқушы өз телефонымен өзі ойнап, өзіне балл жинайды. Егер әр балада осындай мүмкіндік болса, телефондар болса, өте жақсы осы ойын. И және контрольная работа, имтихан үшін қолдану болады. Енді мына жерде бізге settings, настройки, қараңыздар. Студенттер, сколько раз студенты могут пройти тест? Студенттер қанша рет тест ойнаса болады? Бір рет болсын. Одан кейін екіншісі. Студенты используют забавные имена. Жоқ, әркім өз атын жаза берсін оқушылар. Показать ответы. Ешқайсы ауыстырмай қойыңыздар, на деп не екенін білмеймін, бірақ скорее всего да дегенді білдіреді. Тұра берсін өстіп, балалар уже жауаптарын әр сұраққа жауап берген кезде дұрыс жауап шығып тұрады. Дұрыс болса жасыл, қате болса қызыл. Қателескен кезде дұрыс жауабын тоже көрсетіп тұрады. Бұл жерде көп ешнәрсе тиіспей қояйық. Мына жерде мысалы бонустар беріледі, жарайды, тұра берсін. Мысалы студенты видят таймер. Бұл өте маңызды. Уақыт азайсын, әр сұрақ үшін уақыт бітсін десеңіз, осығанда тиіспейміз, тұра береді. Қосылып таблица лидеров. Кім лидер екенін
көрсін бәрі, перемешать вопросы. Сұрақтар араласады, әр балада ол өте маңызды, бір-біріне қарамайды. Біреу бірінші сұрақ істеп жатса, екіншісі мысалы 12-ші сұрақ істеп жатады. Даже вариант ответовта оларды перемешеткен өте жақсы. Өйткені бірде сұрақ келіп қалса, біреуінде А сел деп тұрады, екіншісінде Б сел деп тұрады. Так, сосын показать мемы, түрлі қызықты прикол суреттер шығып жатады, балаларға да болмайды. Разрешить студентам повторить несколько неверных вопросов. Бұны қосып қойсақ, балалар қателескен сұрақтарын ойын біткеннен кейін қайтып келіп, тағы да басса болады. Тұра берсін. Енді хост игра, хозяин хост, мен игра ойын. Бастаймыз. Қараңыздар, енді бұл жерде балалар joinmyquiz.com деген сайтқа кіру керек. Кірген кезде присоединиться к игре ойынға қосылу деген жерге басқан кезде осындай пароль сұрап тұрады олардан. Осы 85, 17, 78 деген парольді жазады да ойынға кіріп кетеді. Мысалы, қазір мен өз телефонымды алып қосылам. Және де бұл ойын қалай болып жатқанын көреміз. Quizzes деген сайтқа кіріп, joinmyquiz.com-ға кіреміз. И мына жерге көресіздер ғой, біз парольді жазамыз. 85, 17, 78. Сосын не істейміз? Присоединиться к игре дегенді басамыз. Көрдіңіздер ма? Мысалы, мен мынаяқтан начать игруды бастым. Бір ойыншы, оқушы болып. Мынаяқта менің атым шығып тұр, Айдын Тықбеков деп. Сөйтіп, бүкіл класс кіріп болғаннан кейін, сіз начнетеді басасыз. Құрметті достар, енді мен ойыншы болып, мынаяқтан телефоннан кіріп отырмын. Join my quiz деп жазамын. .com. Жаңа компьютерде көрсетілгендей осыған кіреміз. Ең бірінші join again деп тұр. Осыған кіріп, жаңа біз пароль жазамыз. Введите код игры деген жерге 85, 17, 78 деген нені жазып, присоединиться к игре деген басамыз. Міне. Ойын басталып жатыр. Енді қараңыздар. Бұл жерде жауап береміз. Сұрақтар тұр, варианттар тұр. Мысалы, мынау болсын. Қате бастым мен, и ол бізге дұрыс жауабын көрсетіп тұрады. Мынау қандай клетка дейді, мысалы, бұл вариант болсын. Дұрыс, тезірек бассаңыз көбірек сізге балл береді. Мынау не ол? Мынау митохондрия. Мысалы, жасыл деді, значит, ол дұрыс деген сөз. Сөйтіп біздің балымыз көбейеді. Сонымен ойынымыз аяқталды. Бұл жерде қаншасы дұрыс, қаншасы қате. 12-нің 9-ын мен дұрыс дедім, 3-ін қате істедім. Енді ары қарай жалғастырайық. Мысалы, мен ойнап болғаннан кейін, жаңа оқушы болып, мынаяқта мұғалім болып сіздер көресіздер. Мысалы, қандай сұрақтарға дұрыс жауап берді. Мысалы, сұрақтың өзіне алып келсек, сұрақтың тексті шығады. Мысалы, қанша уақытта, қанша секунд кетті оған жауап беруге, дұрыс жауап берді және жауап қандай болады. Көрдіңіз ба? Әр баланың осындай әр сұраға шығады да, оның жауап берген варианты шығады. Қанша уақыт ол жұмсады оған жауап беруге. Және мысалы қатесін көрсетсек, ол дұрыс емес жазған вариантында көрсетеді. Полный анализ шығады да бұл жерде. Одан кейін мысалы вопросы деп бассақ болады. Енді қараңыздар, ең қызығы. Мына жерде бүкіл балалар емтихан бітіргеннен кейін
әр сұрақтың анализі шығады да. Көрдіңіз ба? Мысалы, қараңыздар, мына сортировать по точностьға бассақ, дұрыстарын, ең көп, ең жақсы жауап берілген сұрақтар, ең оңай сұрақтар соларды көрсетеді, және де соңына қарай ең қиын сұрақтарды, көбінесе балдар қай сұрақтарда қателеседі, көп қателескен сұрақтарды көрсетеді. Полный балдармен осы сұрақтарға анализ істесек болады. Өте ыңғайлы ойын, балаларға да ұнайды. Енді әртүрлі қызықты фактылар береді. Ең қиын сұрақ қандай болған, ең ұзақ сұрақ, қанша уақыт балалар жұмсады, класс, мысалы, общий қанша точность 75% болды деген сияқты. Енді қараңыздар, мына жерде download results, нәтижелерді жазып ал, скачать результат деген кнопканы басамыз. Бұл жерде, мысалы, имтихан бітіргеннен кейін, сіз балалардың жаңағы анализін сақтап қалуға мүмкіндігіңіз болады. Оны жазып алғаннан кейін, оны ашайық. Мысалы, ол Excel форматында сіздерге беріледі. Өздеріңізде сақтап алсаңыздар болады. Мысалы, газ көрейік, ашылсын. Ертең оларды ата-анаға да көрсетуге болады. Қараңыздар, мысалы, мына жерде бүкіл сұрақтар тізіліп тұр. Мынақты класстың деңгейі, мынау дұрыс, correct, incorrect деген дұрыс емес. Қай сұраққа, мысалы, дұрыс қанша, қай сұраққа қанша қате бала жазды, және де unattempt деген вообще сұраққа жауап бермей кетті, пропустил, өткізіп жіберді. Және де жаңа ойыншылардың кім қай сұраққа қалай жауап берді, бүкіл варианттар тұрады. Қате, мысалы, қызылмен көрсетіп тұрады, мысалы, жасыл, дұрыс деген сөзді көрдіңіздер ме? Бүкіл класстың есі общий пайызы шығады, қанша балл и қанша пайыз. Мына ең астында player level деген бассаңыз, ол бүкіл ойыншыларды тізіп қояды. Ең үстінен бастап, кім қанша балл жинады, тезірек бассаң көбірек балл береді. Қанша пайыз дұрыс, аккуратность, қаншада бастады, және даже қандай телефонмен жаңа бала ойын ойнады. Көрдіңіз ба, бұл ойын өте ыңғайлы. Егер балаларда сіздерде мүмкіндік болса, бұл ойынды қолданыңыздар. Бұл ойынның имтихан, 90-дық имтихан, немесе басқа да имтихандар болса, немесе жай ойын ойнауға болады. Қызықты, көбірек, әртүрлі тақырыптарға, өткен тақырыптар қайталауға болады. Бұл видео қарағаныңызға көп-көп рахмет. Каналға жазылыңыздар, лайк басыңыздар. Осындай да басқа да Kahoot, Quizlet деген сіз білетін ойындар бар болса, комментарий жазыңыздар, ұсыныстар жазыңыздар. Сіздер сұраған ұсыныстарға байланысты біздерде жаңа видео істеп сіздерге көбірек жіберіп тұрамыз. Сіздерге көп рахмет. Қош саламат болыңыздар, ауырмаңыздар, және бәріміз үйде отырайық. Goodbye.